Құрметті қала тұрғындары, бүгін жол картасын орындалуын бақылау мақсатында индустриялық аймақта келіп отырмыз. Полипропилен трубаларын пайдаланатын гранулалар ғой? Иә, оның да өзінің көптеген түрлері болады екен. Оның қоюлығына, пайдаланатын жағына, қауіпсіздігіне деген сияқты ол медициналық трубаға, тамақ өнімдеріне, ойыншық әртүрлі. Соны қазір теория жасаған кезде анықтап, қайсы бағытында шығарылатын анықтап. Осы жерде арнайы экономикалық аймақтың ішінде де полипропилен пайдаланатын компаниялар бар. Енді бірақ та бұл жердегі қойылатын қондырғының қуаты қанша болады мен әзір білмеймін. Жаңағы айтқандай газ бөлінген кезде С3, С3, С4 деген екі фракцияға бөлінеді. Қазіргі біздің пайдаланып жатқанымыз С4 бутан бутиленовый фракция. А екіншісінде пропан пропиленовый фракция, соның ішінен газдан пропиленін алып қайтарып береді алматылық компания. Отандық өнім десеңші барлығы, отандық өнім пайдаланылды. Жоғары технологиялық заттардан басқасы, автоматика мысалыға басқа шетелдік.